Құтқарушылар кәсіби міндеттерін орындау үшін өз басын қауіпке тігеді. Халықтың қауіпсіздігі олар үшін маңызды. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдайлар жөніндегі комитеті қызметкерлерінің жұмысы жан-жақты және қауіпті. Бұл ең күрделі бірақ қажетті мамандықтардың бірі. Өйткені әрдайым құтқарушылардың өміріне төнетін қауіп-қатер бар. Олар әр жұмыс күнінде өліммен бетпе-бет кездесетін адамдар. Отдел государственного пожарного контроля является... Мемлекеттік өртке қарсы бақылау департаменті Теміртау қаласының құтқару бөлімінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Біздің бөлімшенің басты мақсаты халыққа өрт қауіпсіздігі шараларын сақтауды үйретіп, оларды әрдайым өрттен қорғану керек екендігін ескертіп отыру. Осындай шаралардың аясында жиі акциялар мен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Жылдың 4 мезгілінде қаруларын сайлап отыратын құтқарушыларға жүктелген міндет зор. Олар өз жандарын шүберекке түйіп, өзгенің өміріне араша түседі. Қыс уақытында қар құрсауынан, көктемде қызыл судан, жаз күз айларында қызыл жалыннан құтқарады. Өрт сөндірушілер үшін ең бастысы жедел әрекет ету. Әр секунд санаулы. Дабыл қағылған сәтте жігіттер шырт ұйқыда немесе асханада отыруы мүмкін. Бұл маңызды емес. Мақсат оқиға орнына барынша тез жету. Праздник День спасателя – это профессиональный праздник, который мы ежегодно отмечаем. Құтқарушылар күні мен үшін және менің әріптестерім үшін үлкен мереке. Біз бұл мерекені жыл сайын тойлаймыз. Осындай мерекелер сала майталмандарын жігерлендіреді деп ойлаймын. Сол себепті бұл өте керемет мерекелердің бірі. Ал құтқарушылар қажетті мамандықтардың бірі. Сол себепті әсіресе біз үшін бұл күннің маңызы зор. Қандай қайғылы, қасіретті оқиға болмасын, бар күш-жігерін салып құтқару жұмыстарын жүргізіп жүрген құтқарушылардың осы мереке күні жұмыстарына табыс, жанұяларына амандық және зор денсаулық тілейміз. Сіздердің ауыр еңбектеріңіз, сіздер құтқарған адамдардың алғыстарымен бағаланып, тәуелсіз Қазақстанымыздың гүлденуіне үлесін қоссын дейміз.